Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында тістерді қалай ағартуға болатыны жайлы айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналыма жазылып, қоңырау батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Әттең, табиғат біздің барлығымызды бірдей аппақ тістермен сыйламаған. Ол үшін не істеу керек? Төменде тістеріңізді ағарту үшін ең тиімді әрі оңай әдістермен бөлісетін боламын. Үй жағдайында тістеріңізді ағарту үшін 1 шай қасық ас содасы және 1-2 тамшы жылы су керек болады. Ас содасына су араластырасыз. Тіс пастасына ұқсас қоспа дайын болуы керек. Оны тіс щеткасының көмегімен 3-5 минут бойы сүртесіз. Сосын жылы сумен шайып тастайсыз. Бұл әдісті аптасына 1 рет қолданасыз. Тез арада тістеріңіздің ағарғанын көресіз. Екінші, банан қабығы. Бананды жеп болғаннан кейін тастауға асықпаңыз. Бананның қабығын ішкі жағынан тістеріңізді 3-5 минут бойы сүртесіз. Жылы сумен шайып тастайсыз. Үшінші, белсендірілген көмір таблеткасы. 2 дана белсендірілген көмір таблеткасын езіп, 1-2 тамшы су құйыңыз. Шамалы тіс пастасын қосып, осы қоспамен тістеріңізді тіс щеткасымен сүртесіз. Бұл әдіспен аптасына 1-2 рет қолдансаңыз болады. Тағы бір бонус. Егер тістеріңіздің мықты болғанын қаласаңыздар, аптасына 3-4 рет тұз сумен шайып тұрыңыздар. Сіздермен бөліскім келген осылар еді. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жүздеріңізден әдемі күлкі кетпесін. Келесі видеода кездескенше.